Ассаламу алейкум, алдарыңызда кезекті қорабашу. Бізге осындай мына суретте бейнеленгендей дүние келді. Бұл жаңағы охота рыбалка, яғни жаңағы балға аулайтындардың жалпы айтқанда ауруы. Осындай гарпун келді, арбалет дейді, біреулер гарпун дейді, яғни надводный судың сыртына ататын осындай құрылғы. Жалпы айтқанда кірсейік, осыны ашайық. Зат өте ерте келді. Жалпы барлықтарыңызды кіріп келген Рамазан айы құтты болсын. Иншалла, Аллах тағала барлықтарыңа жаңағы салих амал жасауды нәсіп етсін. Жалпы кірсейік, осындай ұзын группада келген, салмағы қатты ауыр емес. Жалпы айтқан кезде жобасы 2 килоға жуықтайды. Бір айта кететін жайт, оғын салу естерінен шығып кетті. Оқ негізі комплектте жүреді. Осындай жаңағыдай бірінші бастап қашқан кезде осындай 5 резинасы бар. Рогатка сықылды. Одан кейін осындай жаңағы резинадан бөлек өзінің қыстыратын, оғын қыстыратын арнайы жаңағы термин резинаның орны бар, тесігі бар ол жерде. 2 қабатталған екі жағында да. Одан кейін резиналар бекем, әрі жаңағыдай сапасы да жаман емес жалпы. Қазір енді іштегі коробкадағы қалған заттарды шығара бастаймын. Енді бірінші мына осындай очки шықты. Бұл очки жаңағы матрица деген кинодағыдай очки екен өзі де қой дейді. Жалпы не деген маркетингский ход дейді ғой. Осындай очки, одан кейін барып ішінде қазір қосалқы дүниелерін алып шығамын. Жалпы видеоны соңына дейін көріңдер. Бұл бір ғана зат келген жоқ, әртүрлі заттар келді. Сол үшін қызықты болады деп ойлаймын осы контент. Соңына дейін көріп, пікір қалдырыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Екінші дүние мынандай зат. Бұл қалай десем болады, прицел оптика дейді ғой, оптика. Мынаусы енді жаңағы сол оптиканың несін зарядтайтын, батареясын зарядтайтын несі зарядчигі ғой, жалпы айтқан кезде. Универсальный зарядчик. 4,2 вольтпен 4,2 вольтпен жұмыс істейді екен, жалпы айтқан кезде. Любой кез келген батареяны салсаңыз да болады. Бұл өзіңкін емес, бұл құрылғының қосымша әмбебап құрылғы ғой. Майна жаңағы батареяның плюс минусын қоясыз да тартып қоя бересіз. Мынау ең қызығы, мынау болып тұр. Бұл жаңағы ненің оптикасы. Екі түрлі деңгейде уровень несі өзі екі жағында көрінді, құлақшақ тұр ғой. Астында и сол жағында бұл жаңағыдай өз сондай настройкасын жасай бересіз. Қазір бірінші мен ашқан кезде қазір қорап түсінбедім. Қазір дауыс жазып отқан кезде мән-жайды түсінген екен, анық айтып тұрмын. Негізінде бізге бәріне қызық қой. Сол үшін не екен бұл деп біз мынаны қазір салмағы жалпы ауыр. Одан кейін барып ішінде батареясы болады екен. Мен бірінші ойлаппын, бұл жаңағыдай оптический прицел екен ғой деп, сонымен жаңағыдай ашып не бар не жоқ деп дайын жерде жазып қойыпты. Міне көрдіңіздер ғой, өзіңіз ағылшынша түсінетін болсаңыздар аударып не екен пікірлерін қалдырып айтып кетесіздер ғой. Жалпы не болса да ішін ашып көрейік. Ішін ашып көргенде бұдан ештеңе өзгермейді. Себебі двойной стекло, көрдіңіздер ғой, міне ішінде тағы бір стеклосы бар, тағы бір резбасы бар. Жалпы айтқанда бұл лазерный не ғой, наведениесі ғой, бұл лазерный наведение дейді. Мынау екі құлақшасы, бұл регулировкасы. О жағын енді жайлап өзі керек адам түсініп алады. Оған қатты тоқталудың берудің қажеті жоқ сияқты. Жалпы зат осындай салмақты келген, жақсы болып келген. Одан кейін орта белінде тұратын кронштейн. Бұл кронштейн жаңағыдай не, қыстыратын тоже бір дүние. Мынау енді ең керек дүниелердің бірі. Бұл катушка. Жаңағы ататын садақты атқаннан кейін оқты жебесін іздеп жүрмейсіз ғой. Осыған байланатты жібі де жақсы, бекемді жерде бейнеде сәл әлсіз көрініп тұрған сияқты. Бірақ негізі онша үзілмейді бұл. Атқаннан кейін өзіңіз жайлап бері қарай жинай бересіз, өзі автоматты түрде тез жинайды. Одан кейін арқасында жаңағы батырма тұр ғой. Оны бассаңыз ол мүлдем тез жинайтын болып саналады. Қазір басып көрсетсем, қазір әдейі көптеу қылып шығардым. Жылдам жинайды, өте жылдам жинайды катушкасы. Жалпы катушкасы да былай айтқан кезде зор келген, мощный болып келген ғой. Кеңес беремін алуға, өзінің бағасына лайықты. Одан кейін мына жерде жаңағы проем бар, арнайы жаңағы ненің жалпы арбалеттің өзіне, яғни гарпунның өзіне қыстыратын проем тетікшесі бар. Енді заттың өзін алып шығайық. Затта қатты үлкен емес. Жалпы айтқанда 1 метрге жетпес пе? 1 метр ғой жобасы енді соның ояқ бұяғы. Қазір пакеттен ағытайын. Анау басатын несі, кнопкасы, яғни не ғой, батырмасы. Одан кейін барып астында жаңағы тоже қыстыратын нелері, одан кейін үстінде жаңағы рельсі болады. Оқтың ары бері жылжитын орын ғой.
соған арналған мына рукояткасы жаңағы көрсетіп отырмын сіздерге қалай болатын. Одан кейін бар ұшында жаңағы арнайы қыстыратын несі орны бар. Жалпы әуелге келген зат осымен тамам. Енді екінші бізде келген зат тоже қызық заттардың қатары. Еркектер қауымын қызықтырады деп ойлаймын. Жалпы ерекше зат болып кетті. Осындай қорапта келген. Қазір ашып көресіздер. Жалпы видео бейне шолуымызды әрі біздің қораптан шығару распаковкамызды соңына дейін көрулеріңді өтінемін. Себебі маңызды заттар алдырғанмын. Басын көріп қана үзіп қоя салмаңыздар, толықтай көріңіздер, біздің арнаға қолдау көрсетіңіздер, пікір, лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Көбінде естен шығып кетеді. Біздің арнаның өсуіне себеп болады. Жалпы осындай мынандай нелер келді, испандар дейді ғой. Қолды яғни качаттайды ғой. Қолды качаттайтын осындай дүниенің қатары. Қазір пакеттен ашып көрсетемін. Бұның не ерекшелігі бар десеңіз, кәдімгі испандарлардың төбесінде осындай пружиналық не бар жаңағы. Орын бар, астында осындай щитоводный, яғни есептейтін құрылғысы бар. Арнайы көрдіңіз бе, мен басып көрсетіп жатырмын. Одан кейін материалды өте бекем келген, сапасы да жақсы болып келген. Былайына баса бересіз. Қолыңызға қанша упор керек, өзіңізге мысалы үшін бір 500 норматив қоясыз, болмаса бір 200 норматив қоясыз. Одан кейін 60 килограмм мен 5 килограмм аралығында жүктей бересіз керегіңізше. Мысалы үшін 5 кило қойсаңыз да болады, 60 кило қойсаңыз да болады. Өзіңіз білесіз да, қолыңызға нагрузкасы көбейе береді. Мұнда бұраған сайын нагрузка көбейеді, болмаса керісінше бұрасаңыз нагрузка яғни азая түседі. Жалпы зат зор келген, бағасы да тиімді. Қазір әрбір заттың үстіңгі төбеде бұрышта бағалар тұрады. Себебі бізде астында комментарийлер жазады. Бағасын айтса кетсейші деп, тура сондай. Зат ұнаса, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Жалпы айтқанда осындай. Енді біз келесі затқа өтеміз. Келесі затта қызық заттардың қатары. Бұл енді еркектер қауымы емес, әйелдер қауымы қызықтыратын сияқты. Жалпы айтқан кезде еркектер де қызығады бұл затқа негізі. Себебі бұл кулинарияның темасы. Кулинария болғанда да бұл көбіне мастер-класстарда қолданып жататын дүниелердің қатары. Мынау сиыр жасайтындар бар, болмаса жаңағыдай бір тамақ істейтіндер бар. Арнайы температура маңызды болатын дүниелер болады. Соларға арналған дүниенің қатары. Бұл осындай арнайы термометр, басында несі сынып қалмасын деп кигізген дүние. Бұл температураны көрсететін дүниенің қатары. Жалпы бұл білмеймін, былай интерес құрсам, бұл оригинал дейді осыны. Осыны оригинал дүние деп қояды. Осы оригинал дүние кез келген тамақтың ішіне салып, болмаса кез келген сұйықтықтың ішіне салып, керекті температураңызды бақылап отырасыз. Әйелдер қауымына қызықты болады деп ойлаймын. Бұның да бағасы өте тиімді. Нарықта бұл көп жерде мен білемін, бұның сатып атқан бағасы 4,5 мыңнан сатып атыр. Алайда өзіңіз алдырам, не қылам десеңіз, мен ссылкасын бере аламын. Жалпы айтқан кезде комментарийға жазсаңыздар, пікіріңізге жауап береміз. Осындай жаңағы 1,5 вольтпен жұмыс істейді. Минус 20 плюс 300 цельсияға шейін әрі фаренгейтті де көрсетеді. 0,1% не көрсетеді, погрешності қалу қатты маңызды емес. Батареямен жұмыс істейтін құрылғы, ілмегі бар. Зат жалпы зор. Одан кейін материалы жақсы. Сондай. Енді немен толықтыратынын білмеймін. Жалпы айтқан кезде қазір ауыстырып көрсетіп отырмын. Батырмаларына холд деп тұр ғой. Соның бастын он-оффын өшіретін. Мынау жаңағы несінің деңгейін өзгертетін цельсия мен фаренгейттің. Осындай. Арнайы пікір қалдыруға ұмытпайық. Ал енді біздің соңғы зат. Енді герске қарабасы болады деп ойлаймын өз басым. Арнайы осыдан деген. Ақылды жақсы көретін адамдар түсініп келейін мен. Ақылды анау деген тақасы. Деген тема. Онлайн ашыла береді. Қазір объективке толық жайылып көрсетілді ғой мына столда. Қаншалық жайылатынын.
жалпы бейне осындай стол болып шықты мінекей суреттегідей. Жалпы қызық болса арнайы пікір қалдырыңыздар, лайкты аямаңыздар, лайкты басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Рахмет барлықтарыңызға, назарларыңызға.